Жаңа жыл мерекесі жақындап келеді, бірақ мейрам белгілері қазірден бастап естіліп байқалып жатыр. Еліміздің бүкіл аймақтарында петардалар тарсылдап, фейерверктер аспанда әуелеуде. Адамдар мереке қарсаңында пиротехникамен ойнап көңілдерін көтеруде. Бірақ қауіпсіздік техникасын ұстанатындар аз, және мұндай ойынның арты көп жағдайда ауыр халмен аяқталып жатады. Әрине, мереке болған соң оны көңілді әрі жарқын өткізу керек. Және пиротехникалық заттар жаңа жыл сайранын безендіре түседі. Адамдар қазір петардалар мен фейерверктерді жаппай сатып алуда. Бірақ бәрінен де ең танымалы көп қуатты мықты салют кеңінен қолданылуда. Бірақ олардың барлығы талап етілген сапа стандартына сай келе бермейді. Күмәнді пайда болған пиротехникалар еліміздің базарлары мен сауда нүктелерінде толып тұр. Ондай тауарлар бізге Қытайдан келеді. Демек, пиротехника өндіретін қандай да бір зауыт бар шығар. Ондай зауыттарда жарылғыш заттардың сыртын жұқа гильзамен қаптап, жарғыш дәріні басқаша мөлшерде салады. Және олардың сапасы, құрылымы мүлдем өзгеше. Бір атылғаннан кейін снаряд шашылып қалады да жан-жақты айнала атылады. Жасыратыны жоқ, барлық сапасыз пиротехникалар Қазақстан нарығына заңсыз әкелінеді. Олар сертификатсыз өтеді шекарадан. Себебі бұлар Қытайдың өзінде заңсыз өндірілген. Осы жаққа жеткенше заңсыз келеді. Тауарларды жасырып, тексерткізбей өткізіп шығарады. Өкінішке орай ондай тауарлар бізде өте көп. Сапасыз шартылдақтар мен салюттер Қазақстан нарығына екі негізгі жолмен келіп түседі. Біріншісі алыпсатарлар мен ұрлап тасушылар. Олар тауарларды сөмкеге салып, тексеруден түрлі амалдар тауып қашып құтылады. Бірақ мамандар айтпақшы, мұндай айламен үлкен көлемді пиротехникаларды өткізу мүмкін емес. Тек ұсақ сауда нүктелерін қамтамасыз етуге ғана жетеді. Ал екінші жолы бұған қарағанда көлемдірек. Мұндай тауар жеткізілімдері үлкен көлемді болып келеді. Ал үлкен көлемді тауарлар автокөлікпен немесе теміржол вагондары арқылы Қытайдан заңсыз жеткізіледі. Осылайша біздің тауар сөрелері заңсыз тауарларға толады. Пиротехникамен ойнау өте қауіпті. Себебі қазіргі таңдағы еркін сатылатын петардалар мен фейерверктер қуаттылығы жағынан үлкен мерекелерде кәсіби мамандар пайдаланатын пиротехникалық снарядтармен тең. Ал негізінде көбінесе базарлар мен сауда нүктелерінде сапасыз салюттер сатылады. Олардың қауіптілігі әлдеқайда жоғарырақ және күйік, ақауы бар салюттерден алатын жалғыз жарақат түрі емес. Пиротехника кесірінен тек күйіктер ғана емес, жыртылған, зақымдалған жаралар да болуы мүмкін. Одан болатын термикалық күйік ол өте ауыр жарақат. Осы заттардан тиетін зақым басқа жараларға қарағанда ұзақ емделеді. Пиротехниканы ұқыпсыз қолданудың салдарынан көп жағдайда адамдар қол буыны мен саусақтарын жарақаттайды. Жалпы оқиғалар санының 60%-ы күйік пен жырымдалған жаралар, 20%-ы беттерін, әсіресе көздерін күйдіріп алады. Ал 15%-ы мойын және құлақ маңайын күйдірсе, 5%-ы басқа да дене мүшелерін зақымдайды. Үлкен петардалар мен көп қуаттылған салюттерді пайдаланар алдында қарапайым ережесін ескермегендіктен тек жарақат алып қана қоймайды. Олардың көбісі адам өлтірерліктей қуатталады. Жыл сайын пиротехника әлем бойынша жүздеген адамның өмірін жалмайды. Пиротехниканың қуаты неғұрлым көп болса, соғұрлым адам дене мүшесін сындырып, ішкі органдарына зиянын тигізетін қауіптілігі де жоғары болады. Егер бас пен мойын аймақтары жарақаттанса, арты өліммен аяқталуы мүмкін. Жыл сайын мерекелік зеңбіректен зардап шегетіндер саны тұрақты азайып келеді. Дегенмен желтоқсан айының ортасы мен қаңтар айының ортасына дейін күйік және басқа да жарақат алғандар баршылық. Көбінесе балалар жарақаттанады, бірақ үлкендер де қалысар емес. Әдеттегідей алкогольге сылқия тойып алған адамдар қауіпсіздік ережесі туралы аса қатты ойламайды. Сөйтіп ауруханаға қалай түскендерін өздері байқамай қалады. 2010 жылға дейін жаңа жыл кезінде бізге 50-60-қа дейін науқастар келіп түсетін. Олардың 15-20-сы ауруханаға жатқызылатын. Ал қазір соңғы кездері 2011 жылдан 2013 жылға дейін ондай жарақаттан келетін аурулар саны азайған. 2011 жылдан бері 10 адам ғана жүгінген. Қала бойынша 15-20 адам пиротехниканың салдарынан ауруханаға жеткізілген. Аспанға түрлі түсті жарқылдаған оттар тек жарақаттап қана қоймайды. Оның тағы бір қатаң қауіптілігі бар.
өртке ұшыратады. Жаңа жыл мерекесінде болатын өрттер саны бүкіл ел бойынша жоғарылайды, әсіресе тұрғын үй секторларында. Төтенше жағдайлар департаменті от жағатын маусымда және мерекенің жақындауына байланысты режимді күшейте түседі. Өртке қарсы қызмет жұмысшыларының айтуынша, тұрғын үйлердің өртке орану себептері қауіпсіздік ережесін сақтамағаннан болады дейді. Дұрыс қолданбағандықтан қайғылы жағдайға душар болып жатады. Бұл біріншіден балалардың шалалығы. Ересектер балаларына пайдалануға тыйым салынған салюттер мен петардаларды ешқандай назар аудармастан бере салады. Сосын балалар оны қолдарымен атады. Ал негізінде ондай жарылғыш заттарды қолдан атуға болмайды. Статистика бойынша Қазақстанда болатын өрттердің 70%-на жуығы жекеменшік тұрғын үйлерде болса, жаңа жыл мерекесі кезеңінде бұл сан 82-85%-ға дейін жоғарылайды. Көбінесе өрт оқиғалары мерекелік жарылғыш техникасын балалардың ұқыпсыз пайдаланғаны кесірінен орын алып жатады. Дегенмен ересек адамдардың да жанып тұрған пиротехникалық снарядтарды ойланбай тастай беретіндері аз емес. Мысалы, Таразда бір жыл бұрын орталықтағы қала шыршасы отқа оранған болатын. Куәгерлердің айтуынша, егде жастағы әйел жағылған петарданы алаңның бас әшекейіне қарай тастаған екен. Сертификатталған сапалы пиротехника 100% қауіпсіздік бермейді дейді сарапшылар. Бірақ лицензиясы бар тауарларға сенімділік жоғары. Ал сіздің сапалы немесе контрафакталы зат алып жатқаныңызды айыра білу еш қиын емес. Сонымен қатар көп жағдайда базарлардан ашылған сауда нүктелерін байқаймыз. Ол жерлерде қауіпсіздік ережесін сақтау талап етілмейді. Ол жақта міндетті түрде темір жәшіктер, пиротехникалық заттар болады. Сондықтан да бастапқы өрт сөндіргіш міндетті түрде болуы шарт. Қазірден бастап адамдар жақын қалған мерекеге дайындалуда. Сауық сайран қалай болғанда да аспанға фейерверк атумен ұласады. Бақытсыз жағдайлар санын азайту үшін өртке қарсы қызмет жұмысшылары халықпен түрлі іс-шаралар өткізуде. Негізінде қазір жаңа жыл мерекесіне дейін адамдарды ақпараттандырып, сауда нүктелеріне, базарларға тексеру жүргізудеміз. Оларға түбіртектер мен кітапшалар таратамыз. Мысалы, қазір пиротехникалық заттарға қатысты ескерту қағаздарын дайындап жатырмыз. Осыны оқып, адамдар пиротехникалық заттарды дұрыс пайдаланса екен деген ниетіміз бар. Мамандар адамдардың өздеріне пиротехниканы пайдаланар алдында өз істерін ерте бастан дайындап алыңыздар деп ескертеді. Сонымен қатар күмәнді сауда нүктелерінен салюттер сатып алмауға және әрқашан сапа сертификатын талап етіңіздер деп кеңес береді. Әркім өзіне не керек екенін біледі. Яғни үнемдеймін деп өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сол жайын ойлану, ойланбауы да өз еркі. Сау болып қалғысы келсе, қауіпсіздік ережесін ұстанады. Өзіне өзі немқұрайлы қараса, өрт туғызып, өзі аурухана төсегіне таңылады. Демек, мұндай затпен ойнауға болмайды. Қолданбас бұрын жақсылап ойлану керек. Егер ондай тауарларды қалай болса солай қолданатын болсаңыз, ол қанша жерден сапалы болса да, жарылыстан зардап шегуіңіз мүмкін. Дәрігерлер өз кезегінде үй тәсілімен емдеуге тырыспаңыздар деп ескертеді. Егер қандай да бір бақытсыз жағдай орын алғанда жедел жәрдем қызметін шақырған жөн. Мысалы, адамдар көп жағдайда үйден алған күйіктерге май немесе қаймақ жағады. Пиротехникалық күйікте мұндай амалдарға тыйым салынады. Ондай жарақаттар асқынып іріңдеп кетуі мүмкін. Аурудың ағзасына ол тұтас жайылуы ғажап емес. Ондай жағдайда білікті мамандандырылған көмек алу үшін дереу дәрігерге қаралу керек. Ал егер жарақаттан еш қауіптілік байқалмаса, дәрігер оны әрине үйіне жібереді. Бенгал оттарын, фейерверктер мен петардаларды сатып ала отырып, арзан әрі көңілге қонымды деген ұстанымда болсаңыздар, онда мереке соңы аурухана төсегімен аяқталуы мүмкін. Жаңа жыл аспанда салюттер тек әдем болып қана қоймай, қауіпсіз де болу керек. Осыны естен шығармағандарыңыз абзал.